Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кибатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Ақтөбеде мамандандырылған күзет қызметі басқармасының қызметкерлері ұсталды. Бұл туралы ИИМ ресми интернет ресурсы мәлім етті. Ведомство мәліметінше, Ақтөбе облысында ПД өзіндік қауіпсіздік басқармасының қызметкерлеріне ақшалай қаражатты төлеудің бұзылуы туралы ақпарат келіп түскен. Осы факті бойынша аудиториялық тексеру жүргізілді. Нәтижеде мамандандырылған күзет қызметі басқармасының қызметкерлері ұсталды. 6 маусым Ақтөбе облысы ПД өзіндік қауіпсіздік басқармасы менен лауазымды тұлғаларға қатысты Қазақстан Республикасының КК-ның 189 бабы 4 бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу тексеру басталды. Аталған лауазымды тұлғалар УОИ-ға қамалды. Тергеу жалғасуда делінген хабарламада. Қылмыстық істі тергеу аясындағы өзге де ақпарат Қазақстан Республикасы КПК-ның 201 бабына сәйкес жария етілуге жатпайды. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар, және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.